балалар? Сәлеметсізбе? Балалар, менің қолымдағы не екен? Су. Су қандай екен? Мөлдір су. Таза су. Түсі жоқ. Сосын дәмі? Дәмі жоқ. Дәмі жоқ екен. Балалар, суды біз не істейміз? Ішеміз. Кемімізді мамамыз жуады. Гүлдерге су құяды. Жануарларға су береміз. Өсімдіктер не істейді сумен? Қоректенеді. Балалар, ендеше осы мөлдір сумен тәжірибе жасаймыз ба? Я. Кеттігенше тәжірибе залына барайық. Жарайсың балалар. Балалар, қараңдаршы, сендердің алдарында таза мөлдір су стақандарға құйылған, иә? Сосын Алинде құм, Алиханда қант, Мариямда тұз алдыларында. Ал соны қазір стақанға салып, тәжірибе жасап көреміз, иә, Алихан? Қане кел, бастай қойды. Алин, айта қойшы, сенің суың қандай болды? Не істедің құмды, не істедің? Құм астына тұрды, олай болды. Дұрыс айтасың. Екеуін салыстырып көрші, қасындағы тұнықсы, ал біреуінен құм салып еді, қандай болды? Астына тұнып, лайланып кетті. Суымыз біздің өзгерді, иә? Алихан айта ғой. Еріді. Не ол не еріді? Қант. Қантын еріп кетті суға салғанда, иә? Сумен, қасындағы мөлдір сумен бірдей болды, иә? Көрінбей кетті. Ал Мариям айта ғой сен. Не істедің? Дос салдың. Дәмі өзгерді ме? Қане етіп, ішіп көрші. Адағы дос салмаған таза су, иә, мөлдір су. Дәмі бар ма екен? Ал дос салған суды ішіп көр. Дәмі өзгерді ме? Қандай болды? Ащы болды. Көрдіңдер ме балалар? Суға, мөлдір суға әртүрлі заттар салса, суларымыз өзгереді екен. Балалар, енді қазір біз вулканның, Жанартаудағы вулканның атқылауын эксперимент жасаймыз ба, зерттеу? Қане, екінші эксперимент болғанын байыңдар. Мінекей, қараңдаршы балалар, сендердің әрқайсының алдырғанда стақанда қызыл су тұр, иә? Ал енді оған нан сотысын, лимон қышқылын салса, ол атқылауы тиіс. Қанекей, бірінші бізге нан сотын салып көре қойыңдар. Қасыққа толтырып салыңдар, иә? Толтырып салыңдар, көп қылып толтырып салыңдар. Көп қылып салыңдар, тағы да салыңдар. Толтырып салыңдар. Тағы да сала қойыңдар. Өйткені біздің суымыз көп екен, иә? Жарайсыңдар. Ал енді лимон қышқылын сала қойыңдар. Лимон қышқылын сала қойыңдар. Оны да көп салып қойыңдар. Не болды? Тағы да сала қойыңдар.